Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде ұмытыға дайындық есебі, яғни осындай үш теңдеудің шешудің әдістерінің қандай әдістерді пайдаланамыз, соны талдап кетейін деп отырмын. Енді бірінші есепті қалай шығарамыз? X плюс 1, X плюс 2, X плюс 4 және X плюс 5-ің осы төрт өрнектің көбейтіндісі күрделі сан болып кетеді, егер жақшаны ашатын болсақ, одан ол кезде проблема сонда болады. Енді біз бірінші тұрған өрнекпен соңғы тұрған өрнекті көбейтсек, бізде мына нәтиже болады: x квадрат плюс 6x плюс 5. Және екінші тұрған екінші мен үшіншіні топтастыратын болсақ, онда бізде болады x квадрат плюс 6x плюс 8. Бірінші өрнекті t деп алатын болсақ, мынаны екіншісі t плюс 3 болады. Енді t және t плюс 3-тің көбейтіндісі 40-қа тең. Енді жақшаны ашайық. t квадрат плюс 30t 40-ты минус қып тастайық. Сол кезде тең нөлге. Енді бұл жерден біз квадрат теңдеу кәдімгі t және t-ның көбейтіндісі, мынауымыз 5 пен 8-дің көбейтіндісі минустан шығу үшін мен минустан шығу үшін бұлай топтастырамын, t минус 5 және t плюс 8 деп, немесе дискриминантпен де есептеуге болады. Енді бұл жерден t-мыз 5-ке тең, t тең 5-ке және t тең минус 8-ге болады. t тең 5-ке және t тең минус 8. Енді t 5-ке тең болса, бұл жерде t деп алғанымыз не еді? Басында x квадрат плюс 6x плюс 5 еді. Ол тең 5-ке. Енді бұл жердің 5 пен 5 жойылатын болса, кері таңбамен өткізгенде x квадрат плюс 6x тең 0 болады. Бұл жердің x-ті жақсы сыртына шығарайық, көбейткішке жіктейік. Сол кезде x-ті көбейткішке жіктесек, x плюс 6 тең 0. Содан екі шешім пайда болады. Енді екінші жағдайымыз бар. X тең t тең минус 8 болған жағдай бар. t тең минус 8 болған кезде, ол кезде өрнегіміз мынаған тең болады. x квадрат плюс 6x плюс 5 тең минус 8. Минус 8-ді кері таңбамен өткізетін болсақ, плюс 13-ті береді. Енді 13. Енді дискриминантпен есептей салайық. Дискриминантты есептесек, дискриминантымыз теріс сан, шешім жоқ. Сонда біздің шешіміміз x1-іміз 0 және x2-іміз минус 6 болса, теңдеудің шешімі шығады екен. Енді екінші есепті талдап берейін. 2 x-тің 7-ші дәрежесі плюс x-тің 28-ші дәрежесі және 3 көбейткен x-тің 21-ші дәрежесі. Енді бұл жерде жаңа айнымалыны енгізіп аламыз. Жаңа айнымалын x-тің 7-ші дәрежесі y болса, онда бізде 2y плюс y-тің 4-ші дәрежесі және 3 көбейткен y-тің 3-ші дәрежесі. Енді бұл жердің y 3 өнде де бар, жақсы сыртына шығарайық. Сол кезде бірінші жауап шығады, y тең 0 болған жағдайда. Екіншісі y-тің 3-ші дәрежесі минус 3y квадрат плюс 2 тең 0. Бұл жерде әртүрлі 3-ші дәрежелі теңдеуді әртүрлі әдіспен шығаруға болады. Горнер схемасы, безу теоремасы деген сияқты, анықталмаған коэффициент әдісі деген сияқты. Енді біз мынандай нәтиже, мына нәрсені пайдаланайын. y минус 1 және y квадрат минус 2y минус 2-ге жіктеледі. Егер үшінші дәрежелі теңдеулерде проблема болатын болса, менің бір сабағым бар, видеоролигім бар. Сол жерді талдап кеткен қалай шығарылатын. Енді бұл жағдайда y минус 1 тең 0 дейміз да, y тең 1-ге және үшінші, төртінші шешімді табайық. Дискриминантты есептейік. Үшінші жағдайда дискриминантымыз 12 болады екен. Одан y 3-іміз 1 плюс түбірасында 3 және y 4-іміз 1 минус түбірасында 3. Енді шешімдерді талайық. Басында x-тің 7-ші дәрежесін y деп алғанбыз. Енді сонда y деп алсақ, y-тің орнына 0-ді қоятын болсақ, яғни мынаның орнына 0-ді жазатын болсақ,
x'imiz 7-ші дәрежелі түбірді алған кезде x'imiz 0-ге тең. Кейінгі жағдайда y тең 1 деп алатын болсақ, және бұл жердің 7-ші дәрежелі түбірді теңдіктің екі жағынан 1 деп алатын болсақ, ол кезде де 1 шығады. Үшінші жағдайымыз y тең 1 плюс түбір астында 3 болса, 7-ші дәрежелі түбірді теңдіктің екі жағынан алатын болсақ, x-тің 3-ші дәрежесі тең болады жетілік түбір астында 1 плюс түбір астында 3-ге. Сосын 4-ші жағдайымыз бар. Ол кезде де 1 минус түбір асты 3-ні қоятын болсақ, 4-ші шешім жетілік түбір астында 1 минус түбір астында 3. Енді бұл есептің шешімін таптық. Келесі есепке өтейік. Егер мынандай теңдеу болатын болса, бұл жерде бір әдіс т деп бірінші өрнекті алатын болсақ, екінші өрнекті 1 бөлінген т болады. Қалай? Мысалы, x плюс 4-ті x минус 1-ді т деп алатын болсақ, және нені бөлетін болсақ, бұл нәрсені бөліп жіберетін болсақ, x минус 1-ге бөліп жіберетін болсақ, x плюс 4-ге бөліп жіберетін болсақ, бізде мынандай нәтиже болады. 1 бөлінген x минус 1, x плюс 4. Енді бұл дегеніміз 1 бөлінген т-ға тең болады. Сонда біз мынандай нәрсе аламыз. Так, т-мыз бұл жерде 0-ден үлкен немесе тең 0-ге. Түбір функцияның анықталу облысы деген нәрсені ескеру керек. Және бірінші тұрған өрнегіміз т деп алсақ, екіншісі 1 бөлінген т. Ол дегеніміз 5 бөлінген 6-ға тең. Енді бұл жерде мен мынадай нәрсені пайдаланып жатырмын. 6-тыны теңдіктің екі жағынан көбейтіп жатырмын. 6-тыны көбейтетін болсам, мына жерде 6t квадрат. Мына жерге 6-тыны көбейтсем, т мен т жойылып кетеді, минус 6 шығады. Және мына жерге 6-тыны көбейтсем, теңдіктің екі жағынан 6 мен 6 жойылып кетеді, 5t. Ендігі мәселе дискриминантты есептеу. Дискриминантты есептесек 369 шығады екенен, 369-дан енді t1, t2-ні табайық. t1-іміз 5 плюс 13 бөлінген 12. Содан 3 бөлінген 2 шығып тұр. Енді t2-іміз 5 минус түбір астында 5 минус 13, яғни 13 қайдан келді деп түсінбей қалмайық. Ол дискриминант формуласында білеміз. Так, яғни мынау 13-тің квадраты 369. Бұл жерде теріс сан шығады екен. Біз басында теріс сан болса шешім емес деп ескергенбіз. Содан бізге теңдеуде т-ны тап деген емес, бізге x табу керек. Содан x табу үшін біз мынандай нәрсе пайдаланамыз. Басында т деп алғанымыз түбір астында x плюс 4 x минус 1 еді. Бөлінген x минус 1 еді. Ол 3 бөлінген 2-ге тең болды. Енді бұл теңдіктің екі жағын бірдей квадраттаймыз. Теңдіктің екі жағын. Сонда квадратпен түбірі қысқарып кетеді. x плюс 4, x минус 1. 3-тің квадраты 9, 2-нің квадраты 4. Енді пропорцияны пайдалансақ болады бұл жерде. Сонда 4x плюс 16-мыз тең 9x минус 9-ға. Және x-терді теңдіктің бір жағына жинайық. Сандарды бір жағына жинасақ, мынауымызды кері таңбамен өткізсек, минус 4x болып өтеді. Мына минус 9-мыз бұл жаға плюс 9 болып өтеді. 25-ке тең болады. Сол кезде мен x табу үшін 5-ті бөліп өткіземіз теңдіктің оң жағына. Сол кезде x тең 5. Яғни бұл жерде шешім таптық. 3 теңдеуді шығардық. Бұдан да басқа күрделі қызықты теңдеулер көп. Алгебралық теңдеулерді қарастырдым. Құдай қаласа көрсеткішті және логарифм теңдеулерді саламын деп отырмын. Сабақ ұнаса лайк басып, қолдау жасап отырайық.